Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нағыз пайдалы көктемдік салат жасайтын боламыз. Өте оңай әрі тез дайын болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен барлық көкөністерімізді жақсылап жуып аламыз, және де барлығын мөлшерін үйіңіздегі адам санына қарай қоса бересіздер. Ең алдымен капустамызды алып, жақсылап майдалап турап аламыз. Қыздар, бұл салатты қиындатпай, үйіңіздегі бар затпен түрлендіріп те жасай бересіздер. Қалай жасасаңыздар да өте керемет дәмді болып шығады. Редисканың пайдасы да өте көп. Сол үшін осындай сезонда жақсылап жеп қалыңыздар. Және де огурцы мен жаңағы редисканы араластырып құр екеуін де жасасаңыздар да болады. Осылайша капустамызды майдалап турап алдық. Және де ыдысымызға салып, кішкене ғана тұзымызды салып, осылайша қолымыздың көмегімен жақсылап мыжып шығатын боламыз. Келесі біз редисканы тураймыз. Қыздар, мен осылайнан ұзынша майда жіңішке етіп турап шықтым. Егерде қаласаңыздар, ортасынан бөліп, осылайнан жарты бөліктен де турап қалдырсаңыздар болады. Құрметті көрермен, каналымды қолдап, тегін лайктарыңызды аямай басып, пікір қалдырып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Редисканы осылайша турап алдық. Мен ұзынша етіп турап шықтым. Және де келесі кезекте редисканы көп қолдансаңыздар да, немесе аз қоссаңыздар да, өз қалауларыңызбен, көбірек қоссаңыздар да өте керемет дәмді болып шығады. Және де келесі кезекте қиярымызды тураймыз. Тағы да өзіңіздің қалауыңыз бойынша жаңағыдай жартылай кольцо етіп қалдырсаңыздар да болады. Немесе осылайша жіңішке етіп турап шықсаңыздар да өз қалауларыңызбен. Қыздар, егерде қаласаңыз, бұл салатқа көкпияз қоссаңыздар да болады. Мен осылай укроп қосып шықтым. Укропты көбірек етіп қоса беріңіздер. Иісі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Және де майонезімізді тағы да үстінен кішкене ғана тұзымызды саламыз. Тұзды көп қоспаймыз. Өйткені жаңағы капустаны мыжып қойған кезде де тұз салған болатынбыз. Қатты ащы болып кетпесін. Барлығын осылайша жақсылап араластырып алатын боламыз. Неке қыздар, осылайша 5 минуттың ішінде өте тез әрі пайдалы салатымыз дайын болды. Егерде қаласаңыз, майонездің орнына айран қосып жасасаңыздар да болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Бұл салатты әртүрлі етіп жасасаңыздар да болады. Кукуруз қосып жасауға болады. Немесе осы қоспалардың қасына піскен жұмыртқаңызды және де кукурузды қосып, майонезін көбірек салсаңыздар да өте керемет салат болып шығады. Қыздар, видеоларым ұнап жатса әрі пайдалы болып жатса, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, лайк басып, және де пікіріңізді қалдырып, тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.